Oldu. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі жаңағы әдістемелік материалдарды қорғау жұмысын бастаймыз. Бүгінгі бағдарламада қорғайтындарды қазір бір рет оқып шығайын. Атамкулова Раушан Амантуровна, Мұқағали Мақатаев атындағы нөмір 13-ші орта мектептің математика пәні мұғалімі. Жылдам есептеу тәсілдері тақырыбында жазылған әдістемелік құралын 5-ші сыныптарға арналған құралды қорғайтын боласыз. Екінші қорғайтын әріптесіміз Байғабылова Гүлнұр Ерғабыловна, цифрлық экономикадағы пайыздық есептеулер, нөмір 51-ші орта мектеп. Бармын. Математика пәні мұғалімісіз. Келесі үшінші Ернұр Алтынбекұлы физика пәнінен қорғайтын болады. Бұл әріптесіміз физика пәнінен оқушылардың функционалды сауаттылығын арттыруға арналған есептер жинағы 8-ші сыныптар тақырыбындағы әдістемелік құралын аудандық деңгейде қорғайтын болады. Олай болса, жұмысымызды бастайық. Сонымен ең бірінші сөзді Мұқағали Мақатаев атындағы нөмір 13-ші орта мектеп математика пәні мұғалімі Атамкулова Раушан Амантуровнаға беріледі. Қорғау 5-7 минут беріледі сіздерге. Жақсы. Мен емді не жасайсыз ба? Или өзім жасайын ба? Қазір сізге жібереміз демонстрацияны. Демонстрацияға не бермек? Сізге разрешение жібереміз. Запись сен қосып қойып пе? Жасалды ма сізге? Қазір. Поделиться деген басасыз ғой? Жақсы. Запрос сізге. Болды, қабылдадық. Қабылданды. Ашылып тұра сіздерде? Ашылды. Сәлеметсіздер ме? Менің әдістемелік құралымның тақырыбы жылдам есептеу тәсілдері. Әдістемелік құралымның міндеттері. Бұл әдістемелік құралдың негізгі міндеті 5-ші сынып оқушыларының ауызша және жазбаша есептеу дағдыларын дамыту, арифметикалық амалдарды жылдам әрі дұрыс орындауға үйрету, оқушылардың логикалық ойлауын, зейінін арттырып, математика пәніне деген қызығушылығын қалыптастыру. Әдістемелік құралдан күтілетін нәтижелер: оқушылар 4 амал бойынша есептеулерді жылдам орындайды, ауызша есептеу дағдылары қалыптасады, қарапайым есептерді тиімді тәсілдермен шығара алады, логикалық ойлау қабілеті дамиды, сабаққа деген қызығушылығы мен белсенділігі артады. Әдістемелік құралдың өзектілігі 5-ші сынып бастауыштан негізгі мектепке өтудегі маңызды кезең. Бұл кезеңде оқушыларды есептеу дағдылары әлсіреп кетуі мүмкін. Сондықтан жылдам есептеу тәсілдерін жүйелі түрде қолдану оқушылардың біліміндегі олқылықтардың алдын алып, математикалық сауаттылығын арттыруда ерекше маңызды болып табылады. Енді осы әдістемелік құралының бірнеше жылдам есептеу тәсілдеріне тоқтала кететін болсам, мысалы санның бөлінгіштік белгісімен есептеуді жеңілдету. 2-ге бөлінгіштік белгісі тек цифрмен аяқталатын сандардың барлығы 2-ге бөлінеді. Ал 3-ге бөлінгіштік белгісі тек цифрларының қосындысы 3-ге бөлінетін сандар ғана 3-ге бөлінеді. Мысалы 123.547.812 саны 3-ге бөлінеді. Өйткені цифрларының қосындысы, яғни 1 қосу 2 барлығын қосып шықсақ 33 саны шығады екен. 33 саны 3-ге бөлінсе, онда осы біздің 123.547.812 саны 3-ге бөлінеді екен. Ал
7.312.427 саны 3-ке бөлінбейді. Себебі цифрларының қосындысы бізде 31 шығып қалды. Ал 31 саны 3-ке бөлінбейді. Міне осылай 4-ке және 5-ке, 6-ға, 8-ге, 9-ға, 10-ға бөлінгіштік белгілері қарастырылып кеткен. Болсам, соңғы цифры 5 болатын сандарды шапшаң квадраттау әдісі бар. Яғни соңғы 5 цифрын квадраттап, оның алдындағы келесі разрядтағы санды өзінен бірге артық санмен көбейтіп, 5-тің квадраты 25 санның алдына жазсақ, біз 5-пен аяқталатын сандарды шапшаң квадраттай алады екенбіз. Мысалы, 305-тің квадратын алатын болсақ, 305-тің соңындағы 5 саны, 5-тің квадраты 25 деп соңына жазып, ал 30-дан кейін 31 сан тұр. 30-ға 31-ді көбейтетін болсақ, 930 саны шығады. Оны біз 25-тің алдына жазамыз. Сонда бізде 93.025 саны шығады екен. Міне осылай біз 5 санымен аяқталатын сандарын тез және оңай тәсілмен квадраттап кете береді екенбіз. Келесіне тоқталатын болсақ, кетелес сандарды оңай көбейту әдісі. Мысалы, 13 пен 14 санын көбейтетін болсақ, алдында тұрған, яғни ондықтар 1 мен 1-ді көбейтеміз, яғни оны 1 жүздік деп аламыз. Одан кейін 3 пен 4 бірліктерін қосып, ондықта тұрған 1 санымен көбейтетін болсақ, бұл жерде бізде 7 шығады, оны 7 ондық деп аламыз. Одан кейін бірлікте тұрған сандарын бір-біріне көбейтеміз. 3-ке 4-ті көбейтсек, 12 бірлік шығады. Енді біз оны былай жазамыз. 13 көбейту 14, бағана шыққан 1 жүздікті жазамыз 100, қосылған 7 ондығымыз 70, қосылған 12 бірлігіміз 12. Сонда 13 пен 14 санының көбейтіндісі 182 шығады екен. Келесі 11 санына шапшаң көбейту әдісі. Мысалдар, мысалы 18 мен 11-дің көбейтіндісін алдым. Бұл жерде екі таңбалы санның цифрларын ажыратып жазып аламыз. Мысалы 1 мен 8 жазып алдық. Ал ортасына екеуінің қосындысын қоямыз. 1 мен 8-дің қосындысы 9. Сонда 18 мен 11-дің көбейтіндісі 198. Осылай бірнеше. Енді осы әдістемелік құралының қорытындылай келетін болсам, жылдам есептеу тәсілдері әдістемелік құрал 5 сынып оқушыларының есептеу шеберлігін арттырып, логикалық ойлауын дамытуға бағытталған тиімді көмекші құрал болып табылады. Бұл құралды сабақта және қосымша жұмыстарда қолдану оқушылардың білім сапасын арттыруға оң ықпал етеді. Рахмет тыңдағандарыңызға. Осымен менің аяқталды. Жақсы, Раушан. Енді әріптестеріңіздің сұрақтары болса, жауап беруге дайынсыз деп ойлаймын. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Раушан апайға. Жоқ, сұрақ жоқ. Жақсы, сұрақ жоқ болса, келесі әріптесіміз. Рахмет. Байғабылова Гүлнұр, 51-ші мектеп математика пән мұғалімі. Сәлеметсіздер ме? Көрінді Көрінді ма сіздерге? Иә, демонстрация? 51-ші орта мектеп математика пәні мұғалімі Байғабылова Гүлнұр Ерғабылқызы. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы цифрлық экономикадағы пайыздық есептеулер. Кешіресіз, сізде презентация қосылмай тұр. Презентация қосылмай тұр? Поделиться деген басасыз ба? Иә, бастым. Табетші. Қосылды ма? Енді қосылды. Енді қосылды. Авторлық бағдарламамның тақырыбы цифрлық экономикадағы пайыздық есептеулер. Авторлық бағдарламаның мақсаты, яғни оқушылардың математикалық сауаттылығын арттырумен қатар, заманауи цифрлық экономиканың талаптарына бейімделген қаржылық және функционалдық дағдыларын қалыптастыру. Математиканың қолданбалы маңызын ашу арқылы оқушының өмірлік дағдыларын, қаржылық және цифрлық сауаттылығын, сондай-ақ жауапты азаматтық көзқарасын қалыптастыру. Авторлық бағдарламаның міндеттері оқушылардың пайыздық ұғым туралы білімін қалыптастыру және тереңдету, пайызбен жұмыс істеудің негізгі формулаларын меңгерту, математикалық білімді күнделікті өмірде қолдана білу дағдысын қалыптастыру, яғни оқушыларға пайыздық есептеулерді күнделікті өмірлік жағдаяттарда
дүкендегі жеңілдіктерде, несиеде, салықта, банк салымында, инвестициялық табыста, валюта бағамы секілді жағдайларда қолдануды үйрету. Сонымен қатар қазіргі заман талабына сай қаржылық сауаттылықты дамыту, оқушыларға ақшаны тиімді жұмсау, үнемдеу, жоспарлау және жинақтау жолдарын үйрету. Кіріс пен шығысты пайыздық қатынаста бағалау дағдыларын қалыптастыру. Логикалық және сыни ойлау қабілетін дамыту, оқушы бойында жауапкершілік пен саналы қаржылық мінез-құлық қалыптастыру, ақпараттың нақтылығы мен шынайылығын бағалай білуге үйрету, алдануға жол бермеу, яғни алданбауға үйрету. Бұл цифрлық экономикадағы пайыздық есептеулер тақырыбын оқытудың қандай қажеттілігі бар деген сұрақ туындауы мүмкін. Яғни цифрлық дәуірге бейім тұлға қалыптастыру қажеттілігі. Бүгінгі оқушылар цифрлық ғасырдың өкілдері. Олар онлайн сауда жасайды, банктың карточкасын қолданады, онлайн платформалардан тауар мен қызмет сатып алады. Бұл процестердің барлығы пайыздық есептеулерге негізделеді. Сонымен қатар қаржылық сауаттылық, жаңа айтып кеткеніміздей, қазіргі заман талабы бізде қаржылық сауаттылықты талап етіп отырғандықтан, осы қаржылық сауаттылықты басқарудың қажеттілігінен туындап отыр. Қазақстандағы мемлекеттік бағдарламаларда халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру стратегиялық маңызды бағыт ретінде қарастырылады. Бұл бағыттың бастауы мектептен басталуы тиіс деп ойлаймын. Ал жұмыстың жаңашылдығы неде? Цифрлық экономика ұғымын алғаш рет жалпы білім беретін мектеп деңгейіне енгізіп отырмыз. Оқушының қаржылық сауаттылығын қалыптастыру мен цифрлық құралдарды пайдалануды математикалық есептермен ұштастырады. STEM бағытындағы қолданбалы практиканы пайыздық есептеулер арқылы жүзеге асырады. Авторлық бағдарлама бойынша күтілетін нәтижелер. Қарапайым және күрделі экономикалық есептерді шеше отырып, математиканың өмірге қажетті ғылым екенін түсінеді. Жағдаяттық есептерді шешу арқылы өмірмен байланыстыра отырып, логикалық шешім қабылдай алады. Қаржылық сауаттылығы артады, жеке кіріс пен шығынды есептей алады, отбасылық немесе жеке бюджетті жоспарлау дағдысын меңгереді. Ақша айналымы, табыс пен шығын, жинақ пен инвестиция, салық пен жеңілдік, инфляция мен өсім секілді қаржылық ұғымдарды дұрыс түсінеді және қолдана алады. Функционалдық сауаттылығы артып, кәсіпкерлікке алғашқы қадам жасайды. Өнімге баға қою, жеңілдік жасау, пайда мен шығынды анықтау, кіріс-шығыс баланстарын жасау сияқты кәсіпкерлікке қатысты алғашқы қаржылық әрекеттерді түсінеді. Қарапайым бизнес есептерді жүргізуді меңгеріп, өз ойындағы шағын жобалар жоспарларын нақты математикалық дәлдікпен есептеуге қабілетті болады. Менің бүгінгі авторлық бағдарламамның қысқаша мағынасы осылар. Аяқтадыңыз ба? Назарларыңызға рахмет. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса. Жақсы, рахмет. Гүлнұр, жұмысыңыз өте қызықты екен. Ең маңыздысы қазіргі оқушылардың қазіргі функционал сауаттылығын арттыруда өте маңызды тақырып деп есептеймін. Енді сізге сұрағым, жаңа айттыңыз, өмірмен байланыстыру деп. Өзіңіздің практикаңызда оқушылар қандай жұмыстарын немесе қандай нені осы пайыздық көрсеткішпен жаңа жасай алды? Өз практикаңыз. Қазір мен жұмысымды ашып көрсетсем бола ма екен сіздерге? Мен слайдқа салмаған едім тапсырмаларды. Бұл жерде мысалы банкке 500 мың теңге салып, оның 6 айда егер 14%-бен өсетін болса, банктың бағасы жаңағы пайызы, ол 6 айда бізге қандай пайда алып келеді, мысалы, соны есептеуге болады. Түсінікті. Соны есептеуге болады. Тағы сол сияқты жаңағы, енді ол мына авторлық бағдарламаның ішіндегі қысқа мерзімді сабақ жоспарында көптеген тапсырмалар көрсетіліп, сабақ барысында қолданылған бар еді, бірақ мына презентацияма соларды салмаған екем. Сонымен қатар, мысалы, қазіргі таңдағы жасанды интеллект жүйесі арқылы 60 мың дерек өңделді, соның мысалға 52.800-і дұрыс анықталды. Енді оқушыларға қойылатын сұрақтар: жүйенің дәлдігін пайызбен табыңыз. Екінші сұрақ, мысалы, алынған пайызды бөлшекке және ондық санға айналдырыңыз деген сияқты сұрақтар қойылады. Осы жағдайда оқушылар жаңағы пайыздық есептеулер арқылы жаңа қойылған сұрақтарға жауап береді. Мысалы, мына жерде
Дүкенде бір зат тұрды, оның бағасы 120 мың теңге. Ол бірінші 20%-ға жаңағы, оған 20% жеңілдік берілді, міне осының 20%-ын тап деген сияқты есептер болған кезде оқушылар жаңағы пайыздық жұмбақтарды шешу арқылы олардың функционалдық сауаттылығы артады. Жақсы, рахмет. Тағы да әріптестер сұрақтарыңыз бар ма? Гүлнұр апайға. Жақсы, сұрақтарыңыз болмаса, онда үшінші қорғаушы мұғалімге көшейік. Нөмір 19 орта мектеп физика пән мұғалімі, педагог модератор, сарапшыға үміткер Алдаш Ернұр Алтынбекова. Гүлнұр апай, демонстрацияны өшір жасаңыз. Сәлеметсіздер, бүгінгі әдістемелік құралдың тақырыбы физика пәні оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға арналған есептер жинағы. Бұл 8-ші сыныптарға арналған. Жалпы жұмыстың негізгі мақсаты, жалпы айтқан кезде бізде оқушылардың алған білімдерін өмірлік жағдайда қолдана білу, сонымен қатар физикалық құбылыстарды түсіндіру және оны табиғатпен жалпы айтқан кезде байланыстыру. Бұл әдістемелік құралдың ерекшелігі тапсырмалар бір беттік тапсырма бізде кәдімгі қарапайым тапсырма, екіншісі пиза форматтағы тапсырмалар құрастырылған. Сонымен қатар тапсырмада аралас деңгейлестер бар, күнделікті өмірде байланысты тапсырмалар, сонымен қатар эксперименттерге жасалған QR код бар, сол QR код арқылы жасалған эксперименттерді көрсе болады YouTube арқылы. Бұл әдістемелік құралдың мұғалімдерге маңызы қандай? Сабақтағы белсенділікті арттыру, функционалдық сауаттылығын бағалау, сонымен қатар оқыту әдістерін жетілдіру үшін жасалынған құрал болып саналады. Бұл жерде оқушылардың жұмыста дағдылары физика заңдылықтарын өмірмен байланыстыра алады, ақпаратты талдау және салыстыру арқылы тапсырмаларға қорытынды жасай алу, сонымен қатар зерттеу және тәжірибе жүргізу арқылы тапсырмалар орындалады. Қорыта келетін болсам, бұл әдістемелік құрал 8-ші сыныптың бағдарламасы сәйкес орындалған. Қазіргі мұғалімдер мен оқушылар арасында арналған көмекші құрал ретінде қолданыста. Менде осы. Егер сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Физика емес. Жоқ, сұрақ жоқ. Рахмет, назарыңыз. Жақсы, рахмет. Олай болса, бүгінгі қорғаушылар осымен аяқталды. Жаңа запись жасалды, әріптестер. Сәлеметсіз бе? Мен 40-ші мектептен Досанова Анаргүл жаңа қосып еді, авторлық бағдарламамда не істеуге тоже. Қай пәннен сіздікі? Физика пәннен. Жақсы. Өзіңіз демонстрация. Демонстрация экранына қоса қойын. Өзіңіз қоса бересіз. Қазір. Так. Көрініп тұрмын ба? Экран көрініп тұр ма? Көрінді. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Мен номер 40-ші орта мектептің физика пәнінің мұғалімі Досанова Анаргүл Қожақұловна, сарапшыны қайта растаудамын, яғни еңбек өтілім 13 жыл. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы жалпы физика есептерін шығару тәсілдері мен әдістері. Бұл авторлық бағдарламада есептерін шығару тиімді әдістері менен тәсілдерін ұсынамын, және де физикалық заңдылықтарды терең түсініп, тек қана теорияда емес, оны практикалық есептерде қолдана білу дағдыларын қамтуға, яғни үйретуге бағытталған. Бұл авторлық бағдарлама 34 сағатқа арналып жасалған және 34 сағаттық қымышысынан тұрады. Физика есептерінің маңызы мен ерекшеліктеріне келетін болсақ, физика есептері, яғни формуланы білмейінше оқушы есепті шығара алмайды. Ал есепті шығару үшін, формуланы есте сақтау үшін ол анықтаманы білу керек, яғни бір-бірімен өте тығыз байланысты. Бұл авторлық бағдарламаның мақсаты, яғни
оқушылар теориялық білімін, логикалық ойлауын және оның практикада күнделікті өмірде қолдана алуына жағдай жасау. Мысалға, физика есептерін шығаруда ең бірінші алгоритмін меңгеру керек, одан кейін формулаларды таңдау және оны түрлендіру дағдыларын білу керек. Сонымен қатар физикалық мағынасын түсіне отырып, оны есептерді стандартты, күрделі немесе өмірмен байланысты әртүрлі деңгейлеріне қарай шығара білу керек. Сонымен қатар логикалық, аналитикалық сыни ойлауды дамытуды қалыптастыру үшін. Және де атап өтетін болсам, оқушыларды олимпиадалық және зерттеушілік есептерге дайындаудың бір сатысы ретінде қолдануға болады. Сонымен қатар есептерді шығару әдістемесінің жалпы қағидаларына сүйенетін болсақ, бұл жерде мәселені нақты анықтау, яғни есептің шартын мұқият оқып, нені табу қажет екенін түсіну дағдысы қалыптасады. Сонымен қатар берілген шамаларды дұрыс белгілеп, қажетінше физикалық тұрақтыларды ескереді. Және де физикада тек қана есептен, теориядан тұрмайды ғой, ол жерде тәжірибе бар. Құрал жабдықтарды тиімді пайдаланып, сол құрал жабдықтардың өлшем көрсеткіштерін алып, кестені жүйелі толтырып, есепті әртүрлі тәсілдермен, мысалға оны график тәсілдермен, жаңағы практикалық интеграция арқылы, шығармашылық тапсырмалар арқылы қадамдап шешу алгоритмін сақтай отырып, яғни есептерді шығару қамтылады. Сонымен қатар бұл жерде есептерді шешуді негізгі әдістерді алған кезде аналитикалық, сандық әдіс болсын, модельдеу болсын, эксперименттік әдіс болсын, кезектесіп алынып отырады, жүйелі түрде құрастырылған жұмыс нәтижесінде негізінде 10-11 сыныптарға арнап жасалғандықтан бұл оқушылар былай айтқанда ұбт-ға дайындық ретінде қолдануға болатын факультатив ретінде жасалған авторлық бағдарлама. Сонымен қатар қиын есептерді шешу стратегиясы, бұл қарапайымнан күрделіге сатылай көшу, яғни күрделі есептерді жеңілдету үшін оны бірнеше бөліктерге бөліп шығару, физикалық заңдарды тиісінше қолданып, есептің контекстіне сәйкес келетін принциптерді жүйелі қолдану және логиканы тексеру, алынған шешімді физикалық және математикалық тұрғыда дұрыстығын тексеріп, альтернативті шешімдерді қарастыра білу. Және де зертханалық жұмыстарменен есептерді байланыстырған кезде өлшеу құралдарының, мысалы микрометр деген сияқты, секундомер қарапайым құрылғыларынан бастап күрделі құрылға дейінгі қолданып оны, және олардың өлшеу жаңағы бөлік құндарын қалай есептейді, қателіктерін, салыстырмалы қателігін, абсолют қателіктерін қалай есептейді. Мұны осы жұмыстардың барлығын осы авторлық бағдарламадағы әр сабағында қарастыратын боламыз. Қорыта айтатын болсақ, физика есептердің шешудің жаңа деңгейін қалыптастыруда бұл авторлық бағдарламаның атқаратын қызметі жоғары, өйткені бұл сапалы білімнің кепілі. Неге? Өйткені физика білімін терең түсінуге және оны күнделікті өмірде де қолдануға болатындығының дәлелі болып табылады. Мысалға айтатын болсақ, оқушыларға құрылыс жұмыстарында да физиканың қажет екендігін де айтуға болады. Сонымен қатар теория мен практиканы ұштастыру, яғни алынған білімді нақты жағдайда қолдану дағдылары және болашақ мамандықты даярлау. Яғни инженер, техникалық мамандықтардың барлығы физика ғылымын, яғни физика пәнін таңдаған оқушылардан шығатынын білеміз. Сондықтан бұл жерде тек қана есеп шығару, тек қана белгілі бір дағдыны